Армысыздар ағайын. Бүгін біз қазақтың нағыз алтын қоры құйрық май туралы ашық сөйлесеміз. Қазіргі кезде көптеген заманауи диетологтар құйрық майды холестериннің көзі, тамырды бітейді деп халықты қорқытып қойды. Бірақ бір сәт ойланыңызшы, біздің ата-бабаларымыз неге инфаркт пен инсультті білмеген? Неге 80-90 жаста да ат үстінде тың жүрген? Бүгін мен сіздерге дәрігер ретінде ешқандай жарнамасыз құйрық майдың 3 жасырын қасиетін және оны дәріханадағы қымбат дәрілердің орнына қалай қолдану керектігін айтамын. Құйрық май ол қан тамырларын бітейді ме, әлде тазалайды ма? Неге оны өкпенің басты қорғаушысы деп атайды? Және ең бастысы 50 жастан асқан жандар үшін бұл майдың қандай қаупі мен пайдасы бар? Егер сізде май жесем холестеринім көтеріледі деп қорқып жүрсеңіз, бұл видео сіздің көзқарасыңызды 180 градусқа өзгертеді. Видеоны соңына дейін көріңіз, өйткені соңында мен оны қалай дұрыс тұтыну керектігін және кімдерге бұл өнімге жолауға мүлдем болмайтынын ескертемін. Біздің бауырымыз күн сайын ағзаға қажетті холестериннің 80%-ын өзі өндіреді. Неге? Өйткені холестеринсіз біздің миымыз жұмыс істемейді. Жүйке жүйеміз істен шығады, тіпті ерлер мен әйелдердің жыныс гормондары мүлдем түзілмейді. Құйрық майдың құпиясы неде? Оның құрамында олеин қышқылы омега-9 өте көп. Бұл зәйтүн майында болатын ең пайдалы май қышқылы. Ол тамырды тазалайды. Құйрық майдағы жақсы холестерин тамырдың қабырғасына жабыспайды. Керісінше ол тамырдың ішін тегістеп қабынуды басады. Энергия. Бұл май ағза үшін ең таза жанармай. Ол бауырға салмақ салмай, тез энергияға айналады. Холестерин құйрық майдың өзінен емес, сіз оны нанмен, қамырмен немесе тәттімен қосып жегенде ғана көтеріледі. Егер сіз майлы етті жеп алып, артынан тәтті шай ішсеңіз, немесе ақ нанға тойып алсаңыз, міне нағыз қауіп осы жерде. Қан тамырын бітейтін май емес, май мен көмірсудың қанттың қосындысы. Сондықтан ата-бабамыз құйрық майды етпен бірге жегенде оны ешқашан ақ нанмен немесе қантты сусындармен араластырмаған. Міне олардың саулығының басты құпиясы осы. Енді мен сіздерге құйрық майдың 3 жасырын қасиетін және оның ағзаға нақты пайдасы мен зиянын ашып айтатын боламын. Бірінші шындық, өкпенің басты қорғанысы. Көп адам біле бермейді, бірақ құйрық май өкпенің ең жақын досы. Өкпеміздің ішіндегі ұсақ көпіршіктер, альвеолалар сурфактант деген майлы заттан тұрады. Егер ағзада сапалы мал майы жетіспесе, өкпе қурайды. Бұл дегеніміз созылмалы жөтел, бронхит және вирустық ауруларға тез шалдығады. Шындық, коронавирус кезінде де құйрық май жеген адамдардың өкпесі тезірек қалпына келгені осыдан. Екінші шындық, жақсы холестерин бе, жаман ба? Енді ең басты қорқыныш холестерин. Құйрық майдағы май қышқылдары өсімдік майларына қарағанда ағзаға тез сіңеді. Ол қан тамырларын бітемейді, керісінше гормондардың түзілуіне көмектеседі. Майсыз диетада отырған адамның жүйкесі жұқарып, терісі ерте солады. Құйрық май бұл табиғи жақсылық эликсирі. Үшінші шындық, зияны қай кезде болады? Әрине, кез келген нәрсенің өлшемі бар. Құйрық май қашан зиян? Біріншіден, қатты қуырғанда. Егер сіз оны шыжық қылып қара күйікке дейін қуырып жесеңіз, бұл канцероген, ол бауырды улайды. Екіншіден, мөлшер. Күніне 20-30 граммнан артық жеу, әсіресе кешке, ұйқы безіне ауыр салмақ түсіреді. Үшіншісі, нанмен қосып жеу. Ақ нан мен майдың қосындысы бұл қандағы қантты көтеріп, семіздікке әкелетін ең қауіпті комбинация. Кімдерге мүлдем құйрық майды жеуге болмайды? Назар аударыңыздар, егер сізде өт жолында үлкен тастар болса, май өт айдауды күшейтеді, тас қозғалып кетуі мүмкін. Жедел панкреатит немесе гастрит болса, ауыр дәрежедегі бауыр аурулары болса, бұл майды қолданбас бұрын дәрігермен кеңесуіңіз шарт. Сау адамға таңертең аш қарынға бір тілім қайнатылған құйрық май жеу керемет қуат көзі. Ескі жөтелден құтыла алмай жүрсеңіз, түнге қарай бір тілім жылы құйрық майды сорып жеу немесе кеудеге жағу кез келген сироптан 1000 есе артық көмектеседі.
Егер сіз майсыз диетада отырсаңыз, ағзаңыз ерте қартаяды, теріңіз солады, қуатыңыз таусылады. Құйрық майдың артықшылығы оның құрамындағы селен мен Д дәрумені, бұл табиғи антиоксиданттар. Ол ағзадағы қабыну процестерін тоқтатып, жасушаларды жаңартады. Бұл кәдімгі жастық эликсирі. Құйрық майды тек табиғи жаңа сойылған күйінде жеу керек. Оны қатты қуырып, шыжық қылып жіберсеңіз, пайдасынан зияны көп болады. Оны қайнатып немесе шикілей тұздап жеген абзалырақ. Құйрық май тек ішкенге емес, сыртқа жаққанға да ем. Егер беліңіз шойырылып, буыныңыз қақсап, тізеңіз сырқырап жүрсе, қымбат жақпа майларды іздеп әуре болмаңыз. Ертілген құйрық майды аздап балмен араластырып, буынға жағып, жылы орап қойыңыз. Ол терінің ең терең қабаттарына өтіп, қабынуды басады. Бұл ата-бабамыздың табиғи физиотерапиясы. Білесіз бе, біздің миымыздың 60% майдан тұрады. Қазір неге адамдар ұмытшақ, неге Альцгеймер ауруы жас таңдамайды? Себебі ағзада жануар майының жетіспеушілігі. Құйрық майдағы қышқылдар ми жасушаларының арасындағы байланысты нығайтады. Аптасына 2 рет құйрық май жеп тұратын қарттардың жады 90 жаста да темірдей болады. Бұл медициналық факт. Көпшілігіңіз дәріханадан Д дәруменін капсуламен ішесіздер, бірақ ол майсыз ағзаға сіңбейтінін білесіз бе? Құйрық май Д дәруменінің табиғи тасымалдаушысы. Егер балаңыздың бойы өспей, сүйегі әлсіз болса, немесе өзіңіздің шашыңыз түсіп, тырнағыңыз сынғыш болса, демек ағзаңызға дәл осы табиғи май жетіспейді. Оны аздап болса да тамаққа қосып беріңіз. Неге суық су басты жау? Егер сіз құйрық майды жеп алып, артынан суық су немесе салқын сусын ішсеңіз, сіз өз ағзаңызға нақты қастандық жасадыңыз деп есептеңіз. Неге екенін білесіз бе? Құйрық майдың еру температурасы адам денесінің температурасынан жоғары, шамамен 40-45 градус. Сіз майды жегенде ол асқазанда еріп тұрады, бірақ үстінен суық су ішкен сәтте май лезде қатып, пластилин сияқты қоюланады. Қатып қалған майды асқазан сөлі қорыт алмайды, нәтижесінде өт жолдары түйіледі, ұйқы безі қатты соққалады. Бұл қоюланған май ішекте пробка, кептеліс жасап, қатты түйілуге, іштің кебуіне, тіпті ішектің түйілуіне әкелуі мүмкін. Ата-бабамыз неге майлы еттен кейін тек ыстық шай немесе жылы сорпа ішкен? Өйткені тек жылы сұйықтық қана майды ерітіп, оның ағзаға дұрыс сіңуіне көмектеседі. Егер денсаулығыңызды ойласаңыз, құйрық майдан кейін кем дегенде 2 сағат бойы суық суға жоламаңыз. Бұл жазылмаған заң. Құрметті ханымдар, егер сіз қымбат бет майларына ақшаңызды шығындап жүрсеңіз, тоқтатыңыз. Құйрық майдың құрамында ланолин мен Е дәрумені бар. Ол терінің астына терең еніп, әжімді ішінен жазады. Ертілген таза құйрық майды ұйықтар алдында бетіңізге жұқалап жағып көріңіз. Бар жоғы 1 аптадан кейін теріңіздің қалай құлпырып, баланың терісіндей жұмсақ болғанын көресіз. Бұл ата-бабамыздың бізге қалдырған ең арзан әрі ең тиімді косметологиясы. Бауырды май басу, гепатоз және құйрық май. Көп адам бауырымды май басып кеткен, маған май жеуге болмайды дейді. Бауырды май басуына құйрық май емес, сіз жеген тәттілер, нан өнімдері мен фруктоза себепші. Керісінше, таңертең ерте желінген 1 тілім құйрық май өт жолдарын ашып, бауырдағы ескі өт пен улы заттарды айдап шығаруға көмектеседі. Бауыр бауырмен емделеді, май маймен тазаланады, бірақ бұл жерде өлшем өте маңызды. Құйрық май табиғи антибиотик. Егер балаңыздың немесе өзіңіздің иммунитетіңіз төмен болса, үнемі ауыра берсеңіз, демек, ағзаңызда жасушалық деңгейде қорғаныс жоқ. Құйрық майдың құрамында ағзадағы вирустар мен бактерияларға қарсы тұратын ерекше май қышқылдары бар. Ертеде жауға шапқан батырлар жараланғанда немесе қатты суық тигенде құйрық майымен емделген. Неге? Өйткені ол жасушаның қабырғасын темірдей мықты етеді. 1 тілім май 1 қорап дәруменнен артық. Құрметті көрермендер, сөзімді түйіндей келе айтарым, құйрық май бұл жай ғана тағам емес, бұл біздің ата-бабамыздың сан ғасырлық тәжірибесінен өткен генімізге жазылған нағыз табиғи шипа. Біз заманауи медицинаның жетістіктерін құрметтейміз, бірақ тамырымызды, ұлттық тағамдарымыздың қасиетін ұмытуға хақымыз жоқ.
Есіңізде болсын, құйрық май өкпенің тынысы, буынның майы, мидың жанармайы. Оны қантпен араластырмаңыз, суық сумен ішпеңіз. Ең бастысы өлшемді сақтаңыз. Шақпақ қанттай бір тілім май сізге мыңдаған теңгенің дәрісінен артық қуат береді. Егер бүгінгі ақпарат сіз үшін жаңалық болса, немесе денсаулығыңызға титтей де болсын пайдасы тисе, мен мақсатыма жеттім. Бұл видеоны WhatsApp арқылы ауырып жүрген жақындарыңызға, достарыңызға жіберіңіз. Олар да қорқыныштан арылып, дұрыс емделу жолын білсін. Пікірге өз ойыңызды қалдырыңыз. Сіз құйрық майды қалай қолданасыз, немесе бұрын одан қорқып жүрдіңіз бе? Мен әрбір пікірді оқып жауап беруге тырысамын. Арнамыздың 50 мың жазылушыға тезірек жетуіне көмектесіп, жазылу батырмасын басып, қоңыраушаны қойып қойыңыз. Алда әлі талай жасырын шындықтарды ашамыз. Денсаулық басты байлық. Сау саламатта болыңыздар.